Сіздермен бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз альфа ұрпағына қандай мұғалім керек? Жаңа дәуір, жаңа мұғалім, жаңа ұрпақ. 21 ғасыр білім мен технология тоғысқан кезең. Қазіргі оқушылар альфа ұрпағы, яғни цифрлық ортада дүниеге келген экран арқылы әлемді танитын балалар. Олар бейнелі ойлайды, тез ойлап жылдам шешім шығарады. Ақпараттық цифрлық құралдарын алады, ескі әдістерді қабылдамайды. Және альфа ұрпағы кімдер деген сұраққа тоқталатын болсақ, альфа ұрпағы 2010 және 2025 жылдар аралығында туған буынның сипаттары. Оларға мұғалім емес, бағыттаушы және шабыт беруші тұлға керек. Ақпараттық жылдамдық Google, TikTok, YouTube арқылы үйрену. Яғни қазіргі балалар әлеуметтік желілерді өте жақсы қолданылатын болғандықтан осылай үйрету тиімдірек. Және келесі геймификацияны жақсы көреді. Яғни ойын арқылы есте сақтай алады. Қазіргі балалар көбінесе ойынмен шұғылданады, сондықтан осы тиімді тәсіл болып табылады. Визуалды қабылдау. Мәтіннен гөрі сурет, бейне маңыздырақ. Әлеуметтік интеллект жоғары, топтық жұмысқа бейім. Яғни қазіргі балалар бір-бірімен жақсы араласатын болғандықтан интернет арқылы бір-бірімен сөйлеседі, сондықтан олар топтық жұмыстарды тиімді жасай алады. Еркін сөйлейді, өз пікірін ашық айтады. Альфа ұрпағына арналған мұғалімнің бейнесіне тоқталатын болсақ, мұғалімнің формуласына келетін болсақ, білім беруші емес, бағыттаушы, түсіндірмейтін, үйретуге үйрететін, сөйлейтін емес, тыңдай білетін мұғалім болуы керек. Міндетті дағдыларына тоқталатын болсақ, цифрлық сауаттылық, эмоциялық интеллект, креативті ойлау, визуалды коммуникация, мотивация тудыру шеберлігі. Келесі бізде заманауи мұғалімнің 5 өлшеміне тоқталатын болсақ, біріншіден цифрлық интеллект, DQ, яғни бұл дегеніміз технологияларына меңгеру ғана емес, оларды сабақта қолдану болып табылады. Екіншіден эмоциялық интеллект, яғни EQ, оқушыны сезіну, тыңдау. Үшіншіден креативтілік, яғни CQ, стандарттан тыс ойлау. Төртіншіден коммуникация мәдениеті, SQ, тыңдай және түсіндіре білу. Бесіншіден мақсаттылық, MQ, оқушыға өмірлік мағына дарыту. Мұғалімнің цифрлық құралдарына тоқталатын болсақ, технология ол құрал, ал идея мазмұн. Қазіргі мұғалімнің қорабында болуы керек тиісті бағдарламаларды көрсететін болсам, біріншіден Google Classroom, Teams, онлайн сабақтарды жүргізу кезінде тиімді болып табылады. Canva, Prezi, яғни визуалды презентациялар жасау кезінде қолдануға болады. Padlet, Mentimeter, интерактивті кері байланыс, яғни сол жақта оқушылармен кері байланыс жасай аламыз. Quizzes және Kahoot, геймификация және мотивация, яғни ол жерлерде біз тест арқылы балалармен қарым-қатынас жасай аламыз. YouTube және GeoGebra, FET, яғни визуалды тәжірибе. Келесі цифрлық интеллект, DQ. Қазіргі мұғалім технологияны білуі жеткіліксіз, оны педагогикалық құралға айналдыра білуі керек. Сабақта GeoGebra, Desmos, Canva, Kahoot сияқты платформаларды қолдану. Яғни оларды сабақ жүзінде ұйымдастыру кезінде жақсы қолдана білуі керек. ChatGPT немесе жасанды интеллекті зерттеу мен шығармашылыққа бағыттау. Цифрлық іс қалдырудың жауапкершілігін үйрету, оқушыны ақпарат тұтынушыдан ақпарат жасаушыға айналдыру. Келесі бізде тоқталатын эмоциялық интеллект, EQ. Заманауи мұғалім тек ақылдың емес жүректің педагогы болып табылады. Альфа ұрпағы үшін эмоциялық қауіпсіздік білімнен де маңызды. Эмпатиясыз сабақ әсер етпейді, ал түсіністік сенімнің бастауы. Эмоциялық интеллект мынаны қамтиды. Оқушының көңіл күйін байқап, жағдайға икемделу, қатал сын емес, қолдау мен сенім білдіру, әр баланың ерекшелігін қабылдау, сабақта позитивті атмосфера құру. Креативті интеллект, CQ. Креативті мұғалім оқушыда таңданыс пен қызығушылық тудыра алады. Яғни ол сабақты жай өту ғана емес, шығармашылық тәжірибеде өтеді. Бүгінгі педагог дизайнер, сценарист, режиссер, зерттеуші рөлінде болып табылады. Келесі креативтілік көрініске нелер жатады? Сабақта өмірлік мысалдар мен ойын форматтарын пайдалану, пәнаралық байланыс, мысалы математика мен өнерді біріктіру, әр тапсырмаға зерттеу, бейне, постер, дебат элементін қосу, бір дұрыс жауап емес, жеке көзқарасты бағалау. Коммуникациялық
Мәдениет (SQ). Қазіргі мұғалім көпшілік алдында сөйлей білетін, идеяны жеткізе алатын тұлға. Коммуникация мәдениеті нені білдіреді? Әр оқушыға құрметпен қарау және пікірін тыңдау, жанжалдың алдын алып сенімді байланыс орнату, ашық сұрақтар мен пікірталастар арқылы сыни ойлауды дамыту. Әлеуметтік желілерде де ұстаздық этиканы сақтау. Мақсаттылық мәдениетін тоқталатын болсақ, MQ. Заманауи мұғалімнің ең биік миссиясы оқушыға өмірдің мәнін сезіндіру, білім құрал, ал мақсат тұлғаны қалыптастыру. Мұғалім тек не үйретемін емес, неге үйретемін деген сұраққа жауап беруі тиіс. Яғни қазіргі балалардың қызығушылығы тереңірек болғандықтан олар не үшін керек деген сұрақтарды қоюы мүмкін. Сондықтан мұғалім неге үйретемін деген сұраққа жауап бере алуы керек. Қорытындылай келсек, мұғалімнің ең басты миссиясы өзін жетілдіру арқылы басқаны жетелеу деп қарастырсақ болады. Себебі қазіргі таңда өзіңді жетілдірмесең, өзгеге де оны үйрете алмайсың деп қарастыруға болады. Рахмет, сау болыңыздар.